Сәлем достар, Рухани Storytelling каналына қош келдіңіздер. Бәбісектің немесе сасық көкектің неден пайда болғаны туралы әңгімелейтін боламыз. Ертеде бір кісінің бойжеткен шолжаң қызы болыпты. Қызы таңнан кешке дейін айнаға қарап, шашын тарап, бетін сылап отырады екен. Қонақ келсе қымсынбады, қарсы алуға құлшынбады. Ас пісірсе орамал тақпайтын, салақ еді. Ертелі кеш қолына ұстаған заты тарақ еді. Үстінен үнемі сасығы иіс шығып жүретін. Бір күні үйіне Шұғайып пайғамбар қонаққа келді. Үйдің иесі аяғынан тік тұрып қарсы алды. Дастарханға барын қойып, малын сойып бәйек болды. Бір кезде рухани сұхбат жүріп жатыр еді. Иесінің қызы алба-жұлба шашын жайып дастарханға келді. Отырды да күндегі әдетінше шашын тарады. Шашындағы кір асқа түсті. Иесі ұялғаннан жерге кірді. Бір-екі рет қызына жайлап ымдап еді. Ол түк түсінбеген сыңай танытты. Әкесі ашуланып кетті. «Әй, осы тарағың басыңа жабысып құрып кетші» деді. Қызы сол сәтте бір құсқа айналды да пыр етіп шаңырақтан ұшып кетті. Әкесі аңтарылып қалды да артынан бақырып жылап жіберді. Пайғамбарға жалынып, қызын қайтарып беруді сұрады. Шұғайып пайғамбар шеше қарғысы шоқ деген, әке қарғысы оқ деген. Атылған оқ қайта айналып адырнаға салынбас. Өкінгенмен пайда жоқ, Құдайдың ісіне айла жоқ деді. Әкесі жылап қала берді. Осылайша салақ қыз бәбесек деген құсқа айналыпты. Тарағы басына жабысып, құстың айдары саналыпты. Салақтығы әліге дейін қалмапты. Иісі жүрген жерін жайлапты. Көрген жұрт оны сасық көкек деп атайды екен. Көкек дейтін себебі әкесін сағынғанда көке деп жылап алады екен. Әрі қарай бәбісек туралы қызықты мәліметтер. Бәбесек Европа, Африка, Мадагаскар және Азиядан Жапонияға дейінгі өлкелердің парк, бақша және ашық далалы жерлерінде мекендейді. Дене тұрқы 28-30 см, жіңішке сүйір тұмсықты құс. Басында ұштары қара, ұзын айдары бар. Қанаттары мен бүйірінде көлденең ақ қара жолақтары бар. Түрлері бір ғана түрінен бірнеше ішкі түрлері кездеседі. Бәбесек және хут-хут құсы басындағы әдемі айдарымен және қара, ақ, кестелі қанаттарымен өте тартымды болып көрінеді. Дене тұрқы көгершіндей немесе көгершіннен де кіші, басында желпуіш тәрізді жазылатын айдары бар әдемі құс. Денесі қызғылт сары түсті. Бүйірі мен қанаттары ақ-қара, көлденең жолақты, жіңішке ұзын тұмсығы сүйір және аласа. Аяқтары қысқа және мықты. Жүрген кезде басын алға артқа теңсегенде басындағы айдары әдемі бір көрініс береді. Ұя жасау үшін аса көп шөпшекті қажет етпейді. Жалпы ағаш қуыстарына, дуал және тас үйінділерінің арасына ұялайды. Топырақ үстінде секіріп әртүрлі ойындар ойнайды. Аталығы мекиеніне қырындаған кезде азық тасиды. Жұптасқан кезінде шығарған дауыстарынан хут-хут деп аталып кеткен. Бұған тарақты құс және айдарлы құс деп те айтылады. Құран кәрімде хут-хуттың Сүлеймен пайғамбардың әскерлеріне су табу қызметін атқарғаны, Саба мемлекетінің патшасы Балғыздың сарайынан хабар алып келгені және хат тасып одан да хабар алып келгені туралы білдірілген. Арабтар оған хабарлардың атасы деп лақап ат қойған. Бәбесек шыбын-шіркей және құрт-құмырсқалармен қоректенеді. Сүйір тұмсығымен топырақты қопарып шығарған құрттарын ауаға лақтырып, тұмсығын ашып ауадан қағып алып жегенді жақсы көреді. Құрт-құмырсқалармен қоректенгендіктен пайдалы құс болып табылады. Адамдарға оңай үйреніседі. Күз маусымында Африкаға ұшып кетеді. Көктемде Азия және Европаға қайта оралады. Ұясын ағаш қуыстарына немесе биік топырақ саңлауларына салады. Жұмыртқалаған кезеңінде құйрық безінен жағымсыз иіс шығарады. Мекиені 4-12 көк немесе жасыл қошқыл жұмыртқасын 16 күн басады. Бұл кезеңде аталығы қоректендіреді. Бәбесектер көшу мерзімінен бөлек жалғыз
мекендегенді жақсы көретін құстар. Ашық жерлерде кездестіруге болатындай қала ішіндегі саябақтарда да кездеседі. Менің каналыма тіркеліп, қолдауларыңызды сұраймын.